Жанатбек, Мазалама. Жанатбек, Мазалама. саған не болды деймін? Мазалама. Сіркең су көтермей тұр ғой, әнді хабарлайық. Жоқ, соны айтайын деп отырмын. Әннің аты мазалама. Ой, кешір, жаңағы сіздің қырғызша сөйлегеннен кейін сәл өз-өзімізге келе алмай жатырмыз. Әннің сөзі де, әні де Ермек Елгезековтікі. Сахнада Нұрлан Өнербаев. Бүгін мені мазалама жарқыным, мен шаршадым іздеп өмір жарқылын. Көкейімді ұялаған көп ойлар қайта-қайта сездіреді салқыным. Сені сүю өмір сүру мен үшін, махаббатпен кеңейеді өрісім. Бір өзіңді іздейтінім сағынып, жан сарайым қалайды екен сен үшін. Көңіліне жылу беріп сепкен нұр, адам қашан арманына жеткен бір, құшағыңды гүлге бөлеп тұрса да, ызғарда болады екен көктемнің. Сені сүю өмір сүру мен үшін, махаббатпен кеңейеді өрісім. Бір өзіңді іздейтінім сағынып, жан сарайым қалайды екен сен үшін. Неге сенің жүрегіңде орным жоқ? Аласұрам дидарыңды көргім кеп, телміремін сен келетін жақтарға. Саған ғашық екеніңе сенгім кеп, сені сүю өмір сүру мен үшін, махаббатпен кеңейеді өрісім. Бір өзіңді іздейтінім сағынып, жан сарайым қалайды екен сен үшін. Бір өзіңді іздейтінім сағынып, жан сарайым қалайды екен сен үшін.
ән мен әнші сахнасында кездескеніме өте қуаныштымын. Ән болмаса әнші жоқ. Әнші болмаса ән де жоғалады. Алайда әнді де, әнші де өнер сүйер, ел барда ғана асқақтайды. Демек, ұлтымыздың осы бір өнерін сіздер мен біздер болып асқақтата берейік. Өйткені біз сіздермен өздеріңізге танымал, сүйкімді болған танымал әндердің сағыныш ән кешінде, ұлттық дәстүрлі әндердің інжу маржан ән кештерінде алдағы күндерде кездесеміз деп ойлаймын. Тоқта жүрек сағынған, аймалайтын аспанда, сен кеткен соң жанымнан, бүкіл әлем бос қалды. Неге қайғы ішемін, неге алғы отпасам, бұлттар аунап түседі, сені боздап жоқтасам, көңілімден аламын, албыраған қарағым, өзім болған өзіңді қимай кетіп барамын. Көңілімден аламын, албыраған қарағым, өзім болған өзіңді қимай кетіп барамын. Бәрі қасқағым, түбін оның жетер мой, шын сүюден басқаның бәрі бекер екен ғой. Көңілімден аламын, албыраған қарағым, өзім болған өзіңді қимай кетіп барамын. Көңілімден аламын, албыраған қарағым, өзім болған өзіңді қимай кетіп барамын. Көңілімден аламын, жасқа толы жанарым, өзім болған өзіңді қимай кетіп барамын. Өзім болған өзіңді қимай кетіп барамын. Жанатбек, сен осы келесі шығатын әншілер туралы мықты болсаң, бір өлең шығарып бер. Енді көріп келдігіңе расымен де қанағаттандық. Өлең шығарып беруім керек па? Енді ақындығыңды көрейік. Енді бірден айтқан екен, ол да маған қиындау тиеді. Сіз әннің авторларын айтып өтіңіз, кішкене жеңілдірек болсын. Онда әннің аты «Іздеймін сені». Әні Қайрат Байекеновтікі, сөзі
Қалқаман Сарендікі. Болмаса олар қайтерек, толып жатыр жайтерек. Астанадан келіпті, ән мен әншіге байтерек. Әйтерек, терек, терек, ек. Ау. Есімде сол бір кез көріндіп мөлдір көз, сен маған қарағанда нұрланар едің. Жарқыным, жан құрбым, тартуы тағдырдың, бақытқа бір өзіңді шын балап едің. Мінезің мақпалдай, арусың ақ маңдай, көз ілмей армандаймын аңсам мен сені. Іздеймін түсімде, жұлдыздар ішінде, жоғалтып алғандаймын жан сәулем сені. Қимастықпен қоштасатын кезім есімде, айлы түнде арман қуып көз ілесің бе. Жаралы жүрегім аңсайды сені, махаббатымды сезінесің бе. Шаттығым менің, тәттімім едің. Өтті күндерім көңілсіз, өзіңсіз кешір ардағым. Сағынған көктем, бағына кеткен. Сағынба өткен күндерді, ұмытпай есің алу Таңдана тағдырға қол бұлғап қалдың ба? Жабырқау жанарыңды ұмыта алмадым. Бағы боп басқаның, жаралса жас жаның, сені де алдамасын үміт арманың. Оралмас бақ құсым, ақ арман ақ мүсін, бір нәзік сезім едің жүрегімдегі. Арманға еңселі, балап ем мен сені, мәңгілік махаббатым бол өмірдегі. Қимастықпен қоштасатын кезім есімде, айлы түнде арман қуып көз ілесің бе. Жаралы жүрегім аңсайды сені, махаббатымды сезінесің бе. Шаттығым менің, тәттімім едің. Өтті күндерім көңілсіз, өзіңсіз кешір ардағым. Сағынған көктем, бағына кеткен. Сағынба өткен күндерді, ұмытпай есің алу Қимастықпен қоштасатын кезім есімде, айлы түнде арман қуып көз ілесің бе. Жаралы жүрегім аңсайды сені, махаббатымды сезінесің бе. Шаттығым менің, тәттімім едің. Өтті күндерім көңілсіз, өзіңсіз кешір ардағым. Сағынған көктем, бағына кеткен. Сағынба өткен күндерді, ұмытпай есің алу
мен саған қазір тағы да бір жұмбақ жасырғым келіп отыр. Дайынсың ба? Дайынбыз, құлақ сізде. Ендеше тыңда, мұқият тыңда. Иіскейді, бірақ тиіспейді. Ол кім? Таптым, бірден таптым. Кім ол? Үнемі тиісетін кісі сияқты иіскеп жүреді, бірақ түк тиіспейді. Дәл өзі. Сол. Әнді хабарлай бер, сол дедім, сол. Жақсы. Әні Батырхан Бәкіжановтікі, сөзі Мұқағали Мақатаевтікі. Әннің аты «Шашыңнан иіскейін». Бірақ тиіспейін. Сахнада Рамазан Стамғазиев. Артқан теңізге мейістейін, келші қалқам шашыңнан иіскейін. Иіскейін тек қанау тиіспейін, келші қалқам шашыңнан иіскейін. Қолаң қара шаштарың күн қақтаған, қос бұрының жотаңдау бұлғақтаған. Қарғам сенде жерімнің иісі бар-ау, жер иесі жопардан қымбат маған. Қарғам сенде жерімнің иісі бар-ау, жер иесі жопардан қымбат маған. Ескечі шашыңнан қарғанмаған, өсірмекен есім-ау армандаған. Ескечі жауқазын жан екенсің, әсемдікке жасанды алданбаған. Сауға сұрап тұрған жоқ қылығыңнан, махаббаттың жан елін құрақ ұрған. Иіскейін жұртыңның топырағын, иіскечі қарғам-ау бұрымыңнан. 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 Көңіліңіз соққанда иіскеп тұрыңыз деп. Шаш көрсеңіз сонда иіскегішсіз ғой. Жанатбек, ән мен әнші тұсауын кесіп, көрерменнің көзайым бола ұстаған қарындасымызды сахнаға шақырғым келіп тұр. Тамаша ән, әннің аты да бір ерекше. Таңғы жаңбыр. Әні мен сөзі Ермек Елгезековтікі. Орындайтын Әйгерім Қалаубаева.
жалғыз тұрмын тағы мен. Жаңбыр жауса таңертең, қуанып сенді күтем. Қол шатырдың астындағы қызды іздейтін жан бар ма екен? Жаңбыр жауса таңертең, қуанып сені күтем. Қол шатырдың астындағы қызды іздейтін жан бар ма екен? Бағалап ем бағыма, жарасып ең жаныма. Махаббаттың таңы оралмай ма, сырласатын сағына. Ай нұрына бөленген, көзіме елестеді көлеңкен. Таң атпастан ұйқыдан оятқан алдамшы сезім екен. Жаңбыр жауса таңертең, қуанып сені күтем. Қол шатырдың астындағы қызды іздейтін жан бар ма екен? Жаңбыр жауса таңертең, қуанып сені күтем. Қол шатырдың астындағы қызды іздейтін жан бар ма екен? Жаңбыр жауса таңертең, қуанып сені күтем. Қол шатырдың астындағы қызды іздейтін жан бар ма екен? Жаңбыр жауса таңертең, қуанып сені күтем. Қол шатырдың астындағы қызды іздейтін жан бар ма екен? Келесі кісі туралы енді айтылатын аңыз, әңгіме өте көп. Кім туралы? Келесі шығатын кісі туралы. Келесі шығатын кісі туралы, иә. Енді ол кісінің енді бастан кешкендері өте көп енді. Осы бір әзілқой азаматты ән мен әншінің сахнасынан біздің тыңдарман, көрермен жиі көріп жүр. Ендеше сол кісінің өзін ортаға шақырсақ. Актер пародист Нұржан Тутов. Көрдіңіздер ме? Адамның бір іс-әрекеті қаншама сөз тудыртады. Не деп ойлап қалдыңыздар? Біреулер ойлап қалды, ой, мынау сөзін ұмытып қалған ғой. Біреулер ойлап қалды, бұл жағдай болмай жүр бұл. Ой, бұл деген сөз деген, Құдай бізде сөз керемет туады өзі. Бір түрлік әртістер жайды, пәленшеге үйлейін деп жатыр екен. Пәленше олсын бөліп қапты ол. Адам болмайын жатыр екен деп. Бұл сөз керемет бізде. Сол деген біздің сөздеріміз мына тұрған жерімізге байланысты екен. Мысалы, немістерде жер аз, өздері көп, шақырған жерге уақытылы келеді, сондай жұмыстар көп, тез, тілдерде сондай. Тез оларды уақыт жоқ оларды. Итальянистерде жер аз, өздері көп, ыза соған, айқайлап сөйлейді сондай. Марио, айқайлап сөйлейді. Жақын тұрса да бір-бірінен. Қытайларда жер көп, бірақ өздері де көп қой. Симайды олар көп. Тірліктер де сондай, майда. Тілдері де сондай. Сондай тілдері де. Түрікмендер ән айтқанда кеңірдегін жауып айтады.
жерлері құм ғой. Топырақ кіріп кетеді да аузына. Ән айтқанда жауып кеңір деген сондай. Біздер құдай. Жер көп. Өзіміз аз. Жалпы болмыз асықпайтын адамымыз ғой. Ой, біз көрсетіп берейін қазір сіздерге қалай сөйлейтінімізді. Шығудың өзі шоу ғой. істеп тұрмын. Ал сұрап алады сөзді, бермесең өкпелейді. Сондағы бірінші айтатын сөзім мынандай. Не дейміз енді? Ұмытып қалады, қай тойда тұрғанда ұмытып қалады. Не той мынау? Сол миы сөйлеп тұрады да, аузынан шықпайды сөз. Ал енді сендер енді от, енді сендер о, давайте. Енді бұл енді о. Ол енді о. Жалпы бұлай о, бірақ енді о. Сендер о. 25 минут өтіп кетеді о, бастаған жоқ әлі сөзін. Асықпа, құдай. Сон сөздеріміздің әр жердің сөздері бөлек. Әр облыстың сөзі бөлек. Жақында Қытайға бардым. Айтсам сенбейсіздер. Шынымен айтам, болған оқиға. Қытайлықтар айтады, "Вай, бізге өткен жолы шырайлы Шымкенттен қонақ келді. Қандай тәрбиелі, қандай сондай ілтипатты, отырса да рахмет дейді. Тамақ жесе де рахмет дейді. Сәлемдессе рахмет дейді. Кетіп баратса рахмет дейді. Ұйықтап баратса бір-бірімен ұрысып атса да рахмет дейді. Рахмет дейді. Рахметті қытайша айтады бізге дейді." Мен ойлап қалдым, бұл қаяқтан сыпайы болып қалды шымкенттіктер деді. Сөйтсе, дайынсыздар ғой. Сөйтсе, рахметтің қытайша аудармасы шеше екен. Сөз тапқанға қолға жоқ дейді. Сөз бізде сөз. Біздің бір кісіміз ертеде үйіне бір 3-4-те барады екен да, сөйтіп үндемей жатып, әйелдің қасында ұйықтап қалады екен. Әйел ертесінде сұрамай ма, қашан келдің десе, ой, 11:30-да келіп қойған, сен ұйықтап атқансың, әшейін сен соны мазаламайыншы деп. Бір күні 6:30-да үйге есікті тыныш асады. Тыныш. Пол сықырлап қалады. Сөйтіп төмен түсіп бәтіңкесін бауын бейді. Шешейін десе, әйелі алдынан тұра қап. Қайқа? Сөйтсе ана еркек айтады. Қайқа. Жұмысқа деп қайт шығып кетпейді. Тауып кеткенде? Сөз бізде. Енді бүгін енді ән мен әнші бағдарламасы, сол себепті мен де сіздерге әдемілеп тұрып бір ән айтып берейін. Сенбейсіз ау деймін. Сіздер бейтіндер, сіздер ұрған кезде қыздар жағы кішкене бұлай, деп кішкене бұлай. Апа, сен айқайлама. Бүлдіресің бәрін. Әннің сөзі өзімдікі, әуен өзім шығарғам, әннің аты "Сен маған үндемедің". Мен қазір шығам мына жерден, сіздер апа. А то жағың түсіп қалады, кім біледі тағы бір. Пока ана жақтағы адамдар шапалақ ұрмай, белімді бүкпеймін мен, сондай білді. Болды. Сонымен ән, "Сен маған үндемедің". Бірінші куплет.
Мен айтып болайын да тоқтатсаңдар. Енді куплет. Енді екінші куплет. Енді қайырмасы. Рахмет. Қазір шығатын әншінің анасы бала кезінен осы балам министр болады деп армандайды екен. Енді арманның бәрі орындала берсе, қызық бола ма? Өкінішке қарай, бұл бала кәдімгі өкірген әнші болып шыға келді ғой. Қандай? Енді әнші болып шыға келді деймін. Ұлына деген елдің құрмет ықыласына риза болған анамыз нашар министр болғанша жақсы әнші болғаның дұрыс шығар, өркенің өссін деп батасын беріпті. Ол әншінің орындауында Қырғыз қызы деген ән тыңдайсыздар. Әні Жарылқасын Дәулеттікі, сөзі Ибрагим Исанікі. Сахнада Саят Медеуов. Алатаудан арастым бір сені үшін ей ай жүрек